Ассалаумағалейкум құрметті бауырым. Видео басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып қойыңыз. Көптеген адамдар импотенция, белсіздікпен зардап шегетіні жасырын емес. Осы аурудан емделеміз деп түрлі дәрі ішіп, көптеген қаржы құртып емдік нәтиже ала алмай жатады. Бұл аурудың ең тиімді емі қызғылт семізөт шөбі. Оны кептіріп пайдаланса, 100 ауруға ем екен. Оның ішінде белсіздікке өте тамаша әсер береді. Айта кетейік, бұл шөп Қазақстан аумағында қызыл кітапқа енген. Өзбекстан аумағында саудаланатын көрінеді. Орысша атауы золотой корень. Бұл пайдалы шөпті қалай дайындап ішу қажет екенін білесіз бе? 500 грамм қайнаған суға 1 сағат тұндырып қойыңыз. Күніне 3 рет тамақтанар алдында ішіңіз. Алла қаласа ауруыңыздан толықтай айығасыз. Бұл шөпті ішер алдында мұқият болыңыз. Қарсы көрсеткіштері бар. Қан қысымы жоғары болғанда, бастың органикалық зақымдану кезінде, артериялық гипертензия кезінде тұтынуға болмайды. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз сізге пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып қойыңыз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен күнделікті бөлісіп отыратын боламыз.